Мен қалаға көшіп, ең арзан пәтер сатып алдым. Мен кешке жұмыстан келіп, ұйқыға кеттім. Менің қатты шаршағаным сонша, тіпті дым да істегім келмеді. Түннің ортасында, сағат 2-лер шамасында төбеден бір дыбыстар естідім. Мен басымды жастықпен жауып ұйықтап қалдым. Келесі күні бәрі қайталанды. Келесі күні таңертең мен көршімен сөйлесуге бара жаттым. Себебі ол түні бойы төбесін тарсылдата берді. Және сол есікке келіп, есікті қақтым. Есікті мейірімді бір әже ашты. Және мені шай ішуге шақырды. Мен ұрсайын деген ойынан айнып қалдым. Ол әже маған шай беріп, тәтті бәйіштер берді. Әжемен әңгіме дүкен құрып жатқанда, сол бәйішке қақалып қалдым. Ал алдымда көмектеспей тұрған әже тұрды. Сосын кеудемді ұрғаннан кейін мен қақалғаным тоқтады. Мен қайтып бара жатқанда ғана түнгі шу туралы дымдемеген есіме түсті. Түнде бәрі қайталанды. Сосын ашумен көршіге бардым. Мен бірнеше рет қақсам да ешкім ашпады. Сосын сол көршіге қарама-қарсы тұрған бір есік ашты. Не шулап тұрсың? Бұл көрші түнде шулайды, секірейді, ыдысын тұрады. Мен ұйықтай алмай жатырмын. Болсын ба, бұл көрші 8 жыл бұрын өлген. Және бәліспен шай ішіп отырғанда өлген дейді. Ақымақ өлім, е? Өмір сүрмейді. Бірақ мен кеше шай ішіп, жарайды, кешіріңіз. Қайтадан, күнде жаңа оқиға. Мен далаға шыққым келді. Және мүлдем ұйқым келмеді. Пәтерге қайту да қорқынышты болды. Мен сол көршінің терезесіне қарап тұрдым. Шынымен жарық өшіп тұрды. Терезеде сынық. Ешкім қарамаған ғой. Мен терезеге қарап тұрып, әлгі кемпірдің денесін көрдім.